сұрақ келеді, номері сол сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл біздің өткен сабағымызды қайталау. Келе ғой. Айзере. Номер 3-ші сұрақ. Зат есімнің жекеше және көпше түрлерінің сұрақтарын ата. Зат есімнің жекеше және көпше түрі болады. Кім не сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп атайды. Кім де нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп атайды. Келсеңіз бе балалар? Келесі оқушы келе ғой. Ахмет. Номері 2. Жалқы есім және жалпы есім дегенімізде кісінің аты және жер суаттары жау-жауларға қойылған атауға жалқы есім деп аталады. Жалқы есім әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, әсел, іле, құтжол. Жалпы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есім деп атаймыз. Жалпы есім кіші әріппен жазылады. Мысалы, алма, ағаш. Жақсы. Келсеңіз бе балалар? Тамаша. Тағы да бір оқушы келе қойды. Али Сұлтан кел. Сара түс. Номері? Номері 1. Зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Сұрақтары кім, кімдер, не, нелер. Мысалы, әже, кім, ағаштар, нелер. Тамаша балалар. Келсеңіз бе? Тамаша балалар. Енді балалар, сендердің алдыларында бағалау парақтарын өстірген. Бар ма бірімізде? Білім бұтағы деп аталынады. Қазір әр алған балға бұтақтағы жапырақты бояп отырасыңдар. Мына тапсырма балалар бізде дұрыс жауапқа 1 балмен бағаланып отырады. Балалар, кәне бәріміз тақтадағы кестеге назар аударайық. Бізде әріптің астында сөздер берілген. Осы сөздер қандай сұраққа жауап беретін маған айтып бересіңдер. Айзере? Қуану сұрағы не істеді? Жақсы. Елу сұрағы не істеді? Елу деген сөз. Елу деген сөз Қайтты деген сұраққа жауап береді. Қосылар? Мақтау не істеді деген сұраққа жауап береді. Екі. Сықыру не істеді? Уақыттыру не істеді? Сұрағы не қайтты? Әкелу не істеді? Балалар, мына сөздер, кестедегі сөздер қандай сұраққа жауап береді? Не істеді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Балалар, есіңізге түсірейікші. Етістіктің ережесін айтайықшы. Қандай сөздерді етістік деп атаймыз? Сақыр іс-қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Сұрақтары не істеді, қайтты, не болды деген сұрақтарға жауап береді. Енді балалар, мына жердегі етістік сөздерді қанша сөзден құралып тұр? Бір сөзден бе, әлде екі сөзден бе? Бір сөзден. Бір сөзден құралған етістіктерді және де күрделі етістік деп атаймыз. Балалар, енді мен мынандай сұрақ қойып едім. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз қандай деп ойлайсыңдар? дара және күрделі етістік. Жақсы. Дара және күрделі етістікке біз қандай мақсат қоя аламыз? Қандай мақсат қоя аламыз? Дара және күрделі етістікті ажыратамыз. Ажыратамыз. Тағы да қандай мақсат қоямызға болады? Мәтін мазмұнын болжаймыз. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Сонымен бізді бүгінгі өтетін сабағымыз балалар, дара және күрделі етістік.
осы мақсатқа жетуіміз керек. Балалар, қазір біз топтық жұмысты орындаймыз. Оқулығымыздағы 20-шы жаттығуды ашайық. Ашық. Тапсырмасын оқимыз. 20-шы жаттығу. Кестедегі сөздерді оқы. Кестеге қарап дара етістік пен күрделі етістіктің ерекшелігін өзің анықтап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Жақсы балалар, экранға қарайық. Бізге балалар кесте екі топқа бөлінген. Бірінші топта Дара етістік, екінші топта күрделі етістік. енді бірінші топ дара етістіктен тұратын сөздерді айтамыз. Ал екінші топ күрделі етістікке айналдырасыңдар. Ал бастаймыз. Айта ғой. Дара етістік. Оқыды, ұшты, жүзді, күлді, ұстады. Жақсы. Күрделі етістік. Оқып отыр, ұшып бара жатыр, жүзіп жүр, күліп отыр, ұстап алды. Енді былай жасаймыз. Сіздер бірінші топ дара етістік қана сөздерді ғана атап бересіңдер. Ал екінші топ сіздер күрделі етістікке айналдырып отырасыздар. Тапсырма түсінікті ме? Бастаймыз. Оқыды. Оқып отыр. Оқып отыр, орнымыздан тұрамыз. Тағы. Кетіп бара жатыр. Ойнады. Ойнады. Секірді. Балалар, бірінші топ сендер қандай сөз құрастырдыңдар? Дара. Қанша сөзден тұрады екен? Бір ғана сөзден тұрады екен. Яғни сіздер балалар дара етістік тобы боласыңдар бірінші топ. Ал күрделі етістік неше сөзден тұрады екен? Сіздер күрделі етістік құрастырыңдар, сондықтан екінші топты балалар күрделі етістік деп атаймыз. Енді осы орындаған тапсырманы балалар дискрипторына назар аударамыз. Бұл жерде етістіктерді ажыратқандарың үшін 1 балл жинаймыз. Сондықтан білім бұтағына жинаған балдарыңды жапыраққа белгілеп отырамыз. Балалар, оқулығымыздағы 21-ші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбын оқайықшы. Қазір бұл тапсырманы QR-код арқылы экраннан әңгімені тыңдаймыз. Әңгімеге құрылған жоспарды жалғастырып дәптерге жазамыз. Әңгімедегі етістік сөздерді тауып астын сызамыз. Сонда осы тапсырма балалар бізде 4 балмен бағаланады екен. Яғни дискриптор бірінші етістікті табады, екінші етістіктің астын сызады және дара күрделі етістік екенін ажыратамыз. Ал бәріміз экранға назар аударайық. Әңгімені тыңда. Жаралы үйрек. Әсет қармақ салып үнсіз отыр. Кенет гүрс етіп атылған мылтық даусы оны селт еткізді. Мамайда жан жоқ еді. Сол кезде арғы беттен бір топ үйрек дүр етіп жоғары көтерілді. Әсет енді байқады. Топ үйректің біреуі ұша алмай су бетінде қалыпты. Бергі жағаға жетуі екіталай. Біраздан соң жаралы үйрек әлсірей бастады. Оны байқаған Әсет суға күмп берді. Жүзіп барды да үйректі судан алып шықты. Жаралы үйректі үйіне әкелді. Күтімге алды. Біраз күннен кейін үйректің қанаты жазылды. Ұшатын қалге жетті. Балалар, келесі тапсырмамыз 21-ші жаттығуда етістікті табамыз, етістіктің астын сызамыз, дара және күрделі етістік екендігін ажыратамыз. Осы дискриптор бойынша орындаған тапсырмамызды тексереміз. Бірінші жоспарымыз. Бірінші, біз осы тақырыпқа осындай жоспар құрдық. Біріншісі,
әсеттің қармақ салуы. Екінші, әсеттің жаралы үйректі құтқаруы. Үшінші, әсеттің қамқорлығы. Бала келісеміз бе? Иә. Екінші тапсырма. Бұл сөйлемнен етістік сөздерді тауып астын сызамыз. Ол сөздер салып үнсіз отыр. Алдымен сөйлеміңді оқы. Әсет қармақ салып үнсіз отыр. Тамаша. Етістік сөз ол салы дара етістік, үнсіз отыр күрделі етістік. Балалар, орындаған тапсырмаларымды бойынша алған балға бұтақтағы жапырақты бояп отырамыз. Бағалау қараңызды. Балалар, керісінше ойыны арқылы сергіту сәтін ұйымдастырайық. Кәне тұрайық. Оқуда озат болма. Оқуда озат бол. Жағыңды таян. Жанды таяна. Есікті кер. Есікті керме. Өтірік айт. Өтірік айтма. Бұтақты сынды. Бұтақты сындырма. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырма дәптермен жұмыс. Оқулығымыздағы 22-ші жаттығуды ашамыз. Өлеңді қатесіз көшіріп жазамыз. Және етістікті тауып, дара және күрделі екендігін ажыратамыз. Бұл тапсырма балалар бізде 4 балмен бағаланады. Балалар, сонымен бүгінгі сабақта сендерге не ұнады? Бүгінгі сабақта маған кім жылдам әдісі арқылы өткен сабақтарды еске түсіру ұнады. Жарайды, тамаша, жақсы. Балалар, сабақтан қандай ой түйдіңдер? Бүгінгі сабақтан дара және күрделі етістікті ажырата білдім. Тамаша. Ал енді осы бүгінгі өткізген сабақтағы алған білімің үшін өзіне қандай баға беріңдер? Бүгінгі сабақтан алған білімім үшін өзіне 10 балл беремін. 10 балл жинасына дейін. Тамаша, екінші топ. Бүгінгі сабақта мен 9 балл жинадым. Жарайды, рахмет. Бүгінгі сабақтан алған білімім үшін өзіне 10 баға беремін. Тамаша. Балалар, бүгінгі өткізген сабағымызға кері байланыс береміз. Алдарындағы стикерге білім бұтағына алып кеп, өте жақсы, тамаша, жақсы жазған оқушылар тамаша деген бұтаққа әкелеміз. Жақсы түсініп деген оқушылар жақсы деген бұтағына әкелеміз. Және әлі де талпынамын түсінбедім деген оқушылар жүздегі талпын деген білім бұтағына алып кеп жапсырамыз. Келіңіздер. Жақсы балалар, иә, бүгінгі сабақта өте жақсы түсінген екенбіз, иә балалар, және жақсы түсінген оқушыларымыз да бар екен. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Үйде тапсырмаға 24-ші жаттығу сабағымыз аяқталды.